Армысыз құрметті көрермен, аптаның басындағы айшықты оқиғаларға тоқталайық. Алматыдағы балалар үйі тәрбиеленушілерінің көшірілуі қоғамда үлкен резонанс тудырды. Көпшіліктің көкейіндегі сұраққа мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев нүкте қойды. Зеңгі бабаның еті қымбаттап барады. Тіске басар тағамды түсімізде көреміз бе? Министрлік пен шаруалар баға өсіміне қатысты пікір білдірді. Креативті индустрия, өнер мен экономиканы тоғыстырған жаңа дәуір. Қазақстан бұл салада қандай жетістікке жетіп жатыр? Перизат Қайрат пен оның анасына қатысты атышулы іс бойынша прокурорлар қандай жаза сұрады? Алматылықтар үшін дүйсенбі таңы арайлап атпады. Қаладағы тыныштықты бағанашыл балалар үйінің төңірегінде туындаған жағдай бұзды. Тәрбиеленушілерді Қонаев қаласына көшіру әрекеті үлкен қарсылыққа ұласты. Балалардың кейбірі автобусқа отырудан бас тартып, енді бірі жылап, тіпті есінен танып қалды деген ақпарат тарады. Куәгерлердің айтуынша полиция балаларды күштеп автобусқа отырғызған. Ал әкімдік бұл әрекетті балалардың өз келісімімен жүзеге асты деп түсіндірді. Алайда әлеуметтік желіде тарап кеткен жылаған балалардың видеолары жұртшылықтың көңілін алаңдатты. Қоғам белсенділері мен бала құқықтарын қорғаушылар мұндай көшірудің моральдық психологиялық салдары ауыр болатынын айтып, жауаптылардан түсініктеме талап етті. Ақыры бұл дауға президент Қасым-Жомарт Тоқаев нүкте қойды. Мемлекет басшысы ешбір бала еркінен тыс көшіруге мәжбүрленбеуі тиіс деп мәлімдеп, үкіметке жағдайды тергеп, балалардың құқықтары толық сақталуын қамтамасыз етуді тапсырды. Жалпы бұл оқиғада шикілік көп. Осы оқиғаға қатысты толығырақ әріптесіміз дайындаған материалға кезек берейік. Алматыдағы бағанашыл балалар үйінің тәрбиеленушілерін Қонаевқа көшіру әрекеті үлкен дауға ұласты. Балалардың бір бөлігі автобусқа мінуден бас тартып, кейбірі жылап, тіпті есінен танып қалды. Полиция оларды күштеп отырғызды. Ал әкімдік балалар келісімін берді деп мәлімдеді. Бірақ әлеуметтік желіде балалардың жылаған видеосы қоғамды ашуландырды. Это называется добровольность. Посмотрите, что делают. Смотрите. Осыдан кейін президент Қасым-Жомарт Тоқаев араласып, көшіруді тоқтатуды тапсырды. Әкімге ғимаратты жөндеп, қаланың меншігіне алуды міндеттеді. Президенттің нұсқауынан кейін балалар қалада қалатын болды. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес балалар үйі көшірілмейді. Аталған жағдайға байланысты президент әкімшілігі қызметтік тексеріс жүргізеді. Ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың заң шеңберіндегі барлық құқығы толық сақталады. Президенттің бұл шешімінен соң жетімдер үйінің тәрбиеленушілері Қасым-Жомарт Тоқаевқа алғыс айтты. Главы государства переезд детей отменен. В связи с сложившейся ситуацией назначено служебное расследование, которое будет проведено администрацией президента. Все гарантированные законодательством права детей-сирот будут полностью соблюдены. Осы тұста қоғам белсендісі Аружан Сайынның айтуынша бұл мәселенің төркіні тым тереңде жатыр. Себебі жетімдер үйінің жеріне байлар мен шенеуніктер ұзақ уақыттан бері көз тігіп келген. 20 жыл бойы жерді иемдену үшін түрлі амалдар жасаған. Жалпы бұл балалар үйіне тиесілі 3 үлкен жер телімі бар. Соңғы жылдары пысықайлар 2 жер телімін жеке меншік иесіне өткізіп жіберген. Яғни балалардың жазғы демалыс үйін әдейі қаңыратып, жарамсыз деп жауып тастаған. Ал соңғы қалған жер телімін, яғни осы жетімдер үйі орналасқан жердің құжаттарын да әдейі бұрмалап, жетімдер үйінің тәрбиеленушілерін қала сыртына шығару үшін сылтау іздеген. 2020 жылы әкімдік жөндеу жобасын дайындағанымен қаржы бөлінбеген. Кейін белгісіз бір тіркелмеген фирманың қорытындысымен ғимаратты апатты деп таныған. Ал оның қалай және кім жасағаны белгісіз. Аружан Сайын әкімдіктен құжаттарды сұраса, көрсеткілері келмейді екен. Мы с этими детьми уже, считайте, больше 30 лет. С этим детским домом выпустились уже целое поколение детей. И у меня глубокое убеждение в том, что делалось это намеренно для того, чтобы она просто, вот как сейчас говорят, что не подлежит восстановлению, что якобы все аварийное. И эту землю тоже, кому-то
продать или передать. Қоғам белсендісі Аружан Сайын мен депутат Бақытжан Базарбектің пікірі осы тұста тоғысады. Екеуі де Бағанашылдағы жер теліміне әлде кімдердің көз тігіп отырғанын ашық айтады. Тіпті депутат Бақытжан Базарбек бұл мәселені майшаммен қарап зерттеген екен. Сонда түрлі бассыздықтарды анықтаған. Заң бұзушылықтардың барына көзі жеткен депутат бұл іске қатысы барлар жазасын алып қызметтен кету керек деп есептейді. Год тому назад я четко ясно отметил о существующих рисках, что кому-то приглянулся этот земельный участок, что это не просто какой-то участок где-то на отшибе, а это Бастандыкский район города Алматы, Баганашил, микрорайон Баганашил. Это такой лакомый кусок для любого застройщика. Выше Аль-Фараби, выше 3 этажей, хоть и есть, существуют ограничения, но для любого застройщика снести вот эти вот все здания, сооружения Баганашиля и возвести там элитные таунхаусы, элитные коттеджи не проблема. Поэтому еще год тому назад я сказал, что есть там интерес еще представителей старой элиты. Қазір президент әкімшілігі тексеріс жүргізіп жатыр, жауаптылар жазаланатын болады. Балалардың барлық құқықтары қорғалатыны айтылды. 22 шілде күні ел үкіметі бас қосып, елдің тірегі, өндіріс пен көштің тетігі, көші-қон мәселесін кеңінен талқылады. Жиынға премьер-министр Олжас Бектенов төрағалық етті. Алдымен сөз Тау-Кен металлургия кешені туралы. Түсті металл мен темірдің, болат пен алюминийдің дәурені жүріп тұрған тұста Қазақстанда бұл мүмкіндіктен қағыс қалмауы керек. Қазына тауда, ырыс қазықта деген халқымыз жер қойнауындағы байлықты тереңнен игеріп, өндіруді тереңдетуге ден қоюда. Премьер-министрдің айтуынша, өңдеу өнеркәсібінің үлесі бүгінде 14%-ға жетіп, кен өндіру саласын басып озған. Бұл ел экономикасы үшін үлкен серпін. Биыл Саран қаласында іске қосылатын болат құбыр зауыты соның жарқын дәлелі. Қазыналы жерді зерттеу ісі де назардан тыс қалмайды. Геологиялық барлауға кемінде 30 миллиард теңге бөлінбек. Болат балқыған жерде береке бар демекші, өндірісті жаңғырту, цифрландыру, жасанды интеллектіні енгізу заманның талабы. Үкімет енді ірі кәсіпорындардың айналасында шағын және орта бизнесті шоғырландырып, тұтастай өндірістік эко-жүйе қалыптастырмақ. Екінші мәселе – көші-қон саясаты. Қоныстой, ырыстой болғанымен жоспарсыз көші-қон ұлттың тынысын тарылтуы мүмкін. Сондықтан премьер-министр жаһандық геосаяси ахуал өзгеріп жатқан шақта көші-қонды жүйелі басқару қажеттігін айтты. Соңғы 2 жылда елімізде тұрақты тұратын шетел азаматтарының саны 1,5 есе артқан. Ал қоныс аударатын қандастарымызға алдын-ала сауалнама жүргізу, солтүстік пен шығыстағы өңірлерге бағытталған түсіндіру жұмыстарын күшейту, мигранттарға ID карта енгізу, сондай-ақ барлық дерекқорды біріктіріп, бірыңғай цифрлық есепке алу жүйесін қалыптастыру күн тәртібінде тұр. Шетелге жұмысқа жіберетін жеке агенттердің қызметін лицензиялауда назарда. Зеңгі баба төрге шықты, бірақ қазанға емес қалтаға ауыр тиді. Соңғы айларда сиыр еті тұтас ел бойынша қымбаттап кетті. Зеңгі баба сүтін бермей тұрған жоқ, алайда соғым соймаса да қазақтың дастарханынан үзілмейтін сиыр етінің бағасы елді елеңдетіп отыр. Ресми мәліметке сүйенсек, бір жылдың ішінде сиыр етінің орташа құны 10-20% аралығында өскен. Алматы, Астана және Шымкент қалаларында баға тіпті 4,000-4,5 мың теңгеге жеткен. Бұл әсіресе қарапайым тұтынушы үшін жіліктің майлы бас емес, жұрттың қалтасын қағар ауыр салмақ. Мамандар мұны жем-шөптің қымбаттауымен, жанармай бағасының өсуімен және ауылдан қалаға жеткізу тізбегіндегі шығындармен байланыстырады. Бағаның қымбаттауы байқалып отыр. Ол өңірлер бөлінісінде 10%-дан 20% аралығында болып отыр. Бұл жерде енді бағаның құраушы бөліктері ретінде ол жалпы мынау инфляциясы қымбаттау ретінде оған әртүрлі факторлар әсер етеді. Яғни ол ең бастысы мынау мал азығының өзіндік құнның қымбаттауы, жанар-жағар май деген сияқты, одан бөлек логистиканың қымбаттауы, және де түрлі мынау бағаға құраушы ретінде әсер ететін факторлардың нәтижесінде бағаның қымбаттауы ол мынау нарықтық құбылыс болып табылады. Сол себепті жалпы мынау
осы факторлардың әсерінен мынау одан кейін сыртқы нарықтың сұранысының артуынан, одан бөлек мынау жалпы фермерлердің өздерінің шығындарының артуы себебінен осы бағаның жалпы өсімі байқалып отыр. Иә, әрине ол әртүрлі өңірлер бөлінісінде әртүрлі болып келеді. Тіске басар етті түсімізде көріп жүрмейміз бе деген сауалымызға Ауыл шаруашылығы министрлігінің ресми өкілі бұл мәселе бойынша түсініктеме берді. Оның айтуынша, бағаны ұстап тұруға жанама ықпал ететін бірнеше мемлекеттік қолдау тетігі бар. Атап айтқанда, мал шаруашылығын субсидиялау және жеңілдетілген несиелер беру. Субсидия қайтарымсыз мемлекеттік көмек. Ол еттің өзіндік құнын төмендетуге бағытталған. Ал арзан несие ауылдағы қожалықтардың тірлігін тіктеуге, нарықтағы ет ұсынысын тұрақты ұстауға мүмкіндік береді. Көпшіліктің ет бағасы шетелге экспорттаудан өсіп кетті ме деген сауалына министрлік өкілі былай деп жауап берді. Ет экспорты енді былтырғы жылы қарап отырсақ, жалпы еліміз бойынша 1,2 миллион тонна ет өндірілген екен. Оның ішінде 430 мың тоннаға жуық сиыр еті, одан кейін қой еті 159-160 мың тоннаға жуық осындай ет көлемі өндірілген. Енді бұл жерде ет экспортының ұлғаюы енді 1,4 есе. Яғни ол нарыққа бір бағаның тым қымбаттатып жіберуіне тікелей бір әсер ететін эффект бермейді. Яғни бірден тікелей эффект бермейді. Әрине, ол жаңағы ет экспортына негізінен мынау жаңа айтып отырмыз ғой, талаптарға сәйкес компаниялар іске асырылып отыр. Ал мынау базардағы негізгі нарықтарды, ол мынау кішігірім шаруа қожалықтары мен орта шаруа қожалықтарындағы ет өндірісі есебінен мынау базардағы нарықтағы ет айналымы, ет сатылымы қалыптасып отыр. Енді бұл жерде енді қандай да бір өте енді бір көлемде, енді төмен көлемде бір әсер етуі мүмкін. Яғни енді қанша дегенмен сыртқа шығарылып жатыр еттің өсімі бар деген сияқты. Ал бірақ негізі тікелей бір эффект андай осы міне бағаның қымбаттауы тек қана ет экспортының ұлғаюымен тікелей байланысты деген тұжырымдамадан біз келіспейміз. Еттің құнын аспандатып отырған малшы емес, базар басындағылар. Әулиекөл тұқымы бойынша Республикалық палата директорының айтуынша, қазір бағамды шарықтатып отырған фермерлер емес, делдалдар мен саудагерлер. Олардың айтуынша, мал өсіріп отырған шаруаның қолы қысқа, жемшөп қымбат, жанармай мен инфрақұрылым шығыны көбейген. Ал нарықтағы бағаны құрықтап тұрған алыпсатарлар, яғни делдалдық жүйе. Сонымен қатар бюджеттік мекемелердің жалақысының ұлғаюы бағаға әсер етуі мүмкін дейді маман. Базардағы баға мен ауылдағы баға екі бөлек. Оның не де айырмашылығы, делдалдар бар ма, не бар ма, соның бәрін, сол жүйенің бәрін дұрыстау керек. Қанша монет көреді, мысалы дұрыстай алмай отырмыз. Жобасына келтіріп алмайсыз. Мұнда айтады, шаруа өзі келіп сатсын дейді. Шаруа мал баға ма? Шөп дайындай ма? Ет сата ма? Дегенде сол. Мазда базарда тұра ма? Көрдіңіз бе? Ол қалай да мысалы сіз болың, мен болсын шаруа болайын, мен ана малды сойуым керек, әкеліп тұруым керек, өзім тұруым керек, үйдегі жұмыс тұрады, немесе адам қоюым керек. Яғни қайтадан сол нету үшін сосын ана тұрған сату деген өзі базарда ол да бір еңбек. Еңбек деген қалай біреу бір ұша келеді, ұша дегенде бір басын алып келіп сатады, бір күн сатып жүреді. Келесі рет келуі мүмкін, ол бір күнде емес, 2-3 күнде тұрып қалуы мүмкін. Мысалы мен бір рет жолда келатқанда бір делдал жігітпен келіп қалдым машинада. Сонда келіп сонда әңгімесін айтып жатыр. Мысалы маған тиімді дейді делдалға. Мысалы бір төмен бағамен бүкіл мына 10 бас қойды бере салу дейді. Мен тұрғанша дейді. Менің тұрғаным дейді. Жалдағаным базарды орынға төлегенім бәрін еткенім дейді. Сол ақшам жоқ қояды дейді. Ет тақырыбынан ауыз толтырып айтар басқа тақырыпқа ойыссақ. Креативті индустрия бүгінгі экономиканың жаңа тынысы. Корея бұл саладан жылына $100 миллиард пайда тауып отыр. Ал әлемге танымал BTS және Blackpink топтары елге 5 миллиард табыс әкеледі екен. Қазақстанда да бұл бағытта шет қалмады. Елде 16 креативті хаб ашылып, 40 қызмет түріне арнайы салық режимі енгізілді.
Соның нәтижесінде кәсіпкерлер саны 17%-ға көбейді. Осы тақырыпта тілшіміз дайындаған материалға көз жүгіртсек. Корея жыл сайын креативті индустрия саласынан $100 миллиард табыс табады. Бұл экспорттың жалпы айтарлықтай бөлігін құрайды. Кореяның ең үздік топтары BTS пен Blackpink'тің өзі $5 миллиард ел экономикасына құяды. Мәселен, мына 4 қыз, яғни Blackpink тобы. Оңтүстік Кореяны асырайды дегенге сенесіз бе? Олар Spotify, YouTube және әлемдік турлар арқылы үлкен табысқа жетіп, Кореяның креативті индустриясын алға сүйреп отыр. Ал осы қыздарға еліктеген миллиондаған жас әнін тыңдайды, олардың суреті бейнеленген кез келген затты сатып алады. YouTube'тағы видеосын көреді, қысқасы бір сөзбен айтқанда, сүйікті әншісі үшін қалтасындағы соңғы тиынына дейін береді. Біздің елде Кореядан кем емес, өнер жағынан бізде де таланттар жетеді. Өнерін монетизациялап үлгергендердің арасында Димаш Құдайберген десе, кейінгілерден Садраддин, танымал блогерлер мен кинорежиссерлардың қатары көбейіп жатыр. Олардың Қазақстан мен алыс жақын шетелдерде өтетін концерттері мен прокатқа шығып жатқан фильмдерінен түсетін табысты артты. Басты артықшылығы да сол ақша келеді. Бір өлең жазсаңыз 97 жыл бойы сіз ақырын ақша көріп отырасыз. Көрдіңіз ба? Бұл қандай пайдалы. Атса, ол жақсы ақша. Тіпті бұл жерде және ғаламтор арқылы әлемге талып кететін болса, онда керемет ақша. Бірақ кейсті айтқан BTS атышулы. Мысалы, әр 13-ші турист BTS үшін ұшып келеді. Демек, бір музыканттар үшін, бір музыка бренд үшін сіздерді басқа саланы қамтамасыз етіп кетеді. Әлемдік зияткерлік меншік ұйымы рейтингінде Қазақстан креативті өнімдер мен қызметтер көрсеткіші бойынша 93-ші орыннан 65-ші орынға, ал кинематография саласында 60-ші орыннан 31-ші орынға көтерілді. Бүгінде елімізде 16 креативті орталық жұмыс істеп тұр. 2024 жылдан бастап 40 креативті экономикалық қызмет түріне қатысты 2-4% аралығында бөлшек сату салығын енгізген арнайы салық режимі іске қосылады. Бұл шара креативті индустрия субъектілерінің санын жыл сайын шамамен 17%-ға, яғни 46.667 кәсіпорынға көбейтті. Мәселе де жоқ емес, кей инвесторлар бұл саланы әлі күнге дейін түсінбей келеді. Түсінбеген соң қаржы бөлуден қашқақтайды. Не все понимают, что это вообще вид бизнеса. Многие путают креативное предпринимательство с культурными мероприятиями, продуктами и так далее. Все думают, что это что-то хобби, творчество, какие там деньги. Поэтому прогнозы сейчас очень хорошие. Правительство инициировало создание частных хабов. 16 хабов у нас за год открылось во всех регионах. Отандық контентті тек ел ішінде емес, алыс жақын көршіміз Қырғызстан, Өзбекстан, Ресей, Түркия елдерде тұтынады. Мәселен, 532, Шекер, Қазақша бизнес сияқты қазақ фильмдері миллиондаған көрермен тапқан. Бір ғана 532 фильмінің өзі ТМД елдерінде кең таралып, бір сериясының өзі YouTube'та 15 миллион қаралым жинаған. Бүгінде қазақ музыкасы да трендке айналып, жаңа тыңдарман тапқан әншілеріміз көп. Авторский музыканы өлеңдерді жазам. В основном электронный музыка дейді ғой, электронный музыка жанрдан жазам. EDM, афрохаус, транс, сондай направлениені жазамын. TikTok'та жақсы жазады. Украинадан жазған, Белорусиядан жазған бар комментариялар. Қырғызстанда да бар, айтады, қырғыз қазақ бір туған деп айтады. Өлеңдеріне деген күшті деп, тыңдайды. Жоспарға сәйкес 2029 жылға дейін креативті индустрияның жалпы ішкі өнімге қосқан үлесін 2%-ға дейін арттыру көзделген. Ал креативті өнімдер мен қызметтер экспортының көлемін 115 миллион ақш долларына, онымен қоса осы салада қызмет ететін маман санын 180 мыңға дейін жеткізу жоспарда. Креативті индустрия осылайша алдағы 10 жылдықта ел экономикасына миллиондаған табыс әкелмек. Хабарымыздың соңын атышулы Перизат Қайратысымен тәмамдаймыз. Сотта жар сөз жүріп жатыр. Прокурорлар Перизат Қайратқа 10, ал анасы Ғайни Алашбаеваға 8 жыл бас бостандығынан айыруды сұрады. Айыптаушылардың айтуынша, олар қайырымдылықты бүркемелеп, халықтың сенімін пайдаланып, 3,5 миллиард теңгені жымқырған. Ақша мүгедек балаларға, зардап шеккендерге арналған деп жиналғанымен жеке қажеттілікке жұмсалғаны белгілі болды. Сотта прокурор садақа мансаптың құралы емес, ол аманат, ал аманатты сатқан мәңгілікке әшкере болады деп мәлімдеді. Енді әріптестеріміз дайындаған сюжетке кезек берсек.
Перизат Қайрат пен оның анасы Ғайни Алашбаеваның атышулы ісі бойынша жарыс сөз өтіп жатыр. Прокурорлар оларды қайырымдылық атын жамылып, халықтың сенімін сатып, миллиардтарды қалтасына басқан деп айыптап, ең қатаң жаза тағайындауды сұрады. Прокурорлар Қайратқа 10 жыл, анасына 8 жыл түрме жазасын тағайындауды талап етті. Олардың айтуынша, Перизаттың ісі төтенше жағдай кезінде жасалған. Бұл оның кінәсін ауырлататын мән-жай саналады. Сондай-ақ оның әрекетінде жеңілдететін жағдайлар табылған жоқ. Сол себепті оған ең жоғарғы жаза сұралды. Ал анасына 8 жыл сұрағанмен жәбірленушілердің бірі оның денсаулығы нашар екенін айтып, үй қамақта қалдыруды өтінді. Мен оны шын аяймын, қазір жағдайы қиын. Үйінде жазасын өтесе де болады, деді жәбірленуші Садық Олжас. Мне очень жалко ее, и знаю, что у нее сейчас со здоровьем проблемы. И хочу выразить свое, так сказать, мнение, позицию о том, если ее оставлять также в домашнем аресте. На этом все, уважаемый суд. Благодарю. Сотта прокурор Оразалина садақа мансаптың құралы емес, аманат. Ал аманатты сатқанада мәңгілікке әшкере болады, халықтың сенімін сатып, қасиетті ұғымдарды қорлады деп қатқыл мәлімдеме жасады. Перед нами сегодня не просто рядовое дело о мошенничестве. Здесь предательство святых понятий. Аманат, адалдық, қайырымдылық. Кайрат Перизат обещала помочь больным детям, жертвам паводков, жителям Палестины и имела для этого все возможности и поддержку народа. Но она превратила благие намерения в личную выгоду. Тергеу дерегінше олар халықтан жиналған 3,5 миллиард теңгені мүгедек балаларға, су тасқынынан зардап шеккендерге, Газа халқына арналды деп алып, жеке қажеттіліктеріне жұмсаған. Осы тұста Каспий банкте шығынды қайтарып, оның бір бөлігін тәркіленген мүлікпен жабуды талап етті. Ал жәбірленушілер оларды юбка киген Остап Бендерлер деп атап ең қатал жаза қолдануды сұрады. Әр адам істегені үшін жауап беруі керек, деді олар. Прокуратура олардың игілігіндегі элиталық пәтерлер мен коттедждерді, люкс көліктерді, сәнді әшекейлер мен шоттардағы қаражатты мемлекет пайдасына тәркілеуді ұсынды. Сотта тағы бір дерек жарияланды. Анасының телефонынан табылған жазбаларда 37 миллионға көлік, 10 миллионға Түркияға емделу, 3 миллионға фэншуй секілді миллиондаған теңгеге арналған арман тізімі сақталған екен. Жарыс сөздер ертеңде жалғасады. Судьяның айтуынша әлі 31 жәбірленушінің сөзі тыңдалуы тиіс. Құрметті көрермен, бүгінгі шығарылым осымен тәмам. Бізден сапалы контент, сізден лайк пен коммент. Келесі жүздескенше аман сау болайық.